Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы. Бүгін сіздермен жалпы өзімнің практикамдағы бір нәрсемен бөліскім келіп отыр. Ол мен мамам қазіргі таңда рак молочной железы диагнозы қойылып, химиотерапия алып жатыр. Жалпы химиотерапия деген ол раковый клеткаларға қарсы организмге салынатын система түрінде құйылатын препараттар болып саналады. Именно осы рак клеткаларының өсуін тоқтатады. Сонымен қатар одан кейін жасалынатын операцияға организмді дайындау процесі болып саналады. Жалпы егер естіген болсаңыздар, әр адамға жалпы стадиясына байланысты және таралу деңгейіне байланысты химиотерапияны бірнеше рет тағайындап жатады. Біреулерге 4-еу, 6-ау, тіпті кейбір кісілерді 37-40-қа дейін тағайындалады. Одан да көп болуы мүмкін. Айтайын дегенім, жалпы менің практикамда бұл алғаш рет болып тұр. Химия алған адамның жанында болып, жалпы побочный қандай эффектілері болады деген нәрсеге тоқталғым келеді. Біріншіден, химия алғаннан кейін адам организмі өте қатты әлсірейді, себебі ол иммунитетті барынша басады. Соның әсерінен адамда әлсіздік пайда болады. Екінші, тамақ жей алмай қалады, құсады, жүрек айниды, іші өту болады, ауыз қуысы, барлық шырыштық қабаттар стоматит, мукозит болып қабыну процестері жүреді. Тамақ жей алмай қалады, әрине, стоматит болғаннан кейін, ауыздың бәрі уылып кеткеннен кейін. Осы кезде бізде мамаға алоэ сокты бердік. Осы кеше химиотерапиясын алып шыққаннан кейін, ода 4-ші химиясы кішкене ауырлау өтті. Сол химияны алып болғаннан кейін, организмде клеткалар өлтіріледі қаншама. И олар өлтірілгеннен кейін распад болып, организмде қышқылып нәрселер көбейеді. Сондықтан да даже теріге дейін бір ожог болады ғой, сол сияқты қарайып, барлық сондай өзінің побочкаларын береді екен. Сол кезде желчная средаға нәрсе беру керек болды. Бір жағынан вообще тамақ іше алмады абсолютно. Максимум үлкен қасықпен 2 қасықтан, 1 қасықтан сағат сайын тамақ беріп отырдық. Плюс сокты бердік, алоэны. Жалпы бұл ешқандай дәрі емес, сразу айтайын. Онкологияны емдеп тастайды деп айтпаймын. Бұл биодобавка, тамаққа арналған биодобавка. Себебі ешқандай организмге дұрыс тамақ түсіп жатқан жоқ. Витаминдер жеткіліксіз. Ал біздің ол кезде организмге наоборот жаңа қаншама клетканы өлтірді. Енді солар обновление болып, жаңа клеткалар түзілу керек. Мысалы, кожасы ожог болып кетті, оны қайта қалпына келтіру керек. Ауыз қуысы уылып кетті, оны қайта қалпына келтіру керек. Соның барлығы үшін қаншама витаминдер, макро-микроэлементтер керек болады. Және де, жаңа мен айтып өткендей, қышқыл ортаға желчная среданы қосып, желчная среда қанның өзінің pH ортасын, бізде pH ортасы қанда 7-4-ге тең болады. Соған сәйкестендіріп жасаса, ол барлық органдар үшін қолайлы жағдай болып саналады. Сондықтан да бізге қатты осы көмектесті. Бұны не үшін айтып отырмын? Себебі химия алып жатқан кісілердің көпшілігінде қаншама осындай қиын процестер өтуі мүмкін. Кішкене болса да жеңілдетіп, побочный әсерлері бар ғой, диарея болады, іш өтеді, іш ауырады, соларды кішкене жеңілдету үшін қабылдағанға, сонымен қатар витаминдермен толықтыруға өте жақсы екен. Осы 4-ші химиясында бізде цисплатин деген не алды мама, химия алды. Оның әсіресе бүйрекке нефротоксикалық әсері бар екен. Сондықтан да сол кезде нектар именно почканың жұмысын жақсартуға, зәр шығару жүйесінің жұмысын жеңілдетуге көмектеседі. Бұл дәрі емес, тағы да айтам. Бұның құрамында клюква бар, яблоко и алоэ бар. То есть воспаление кетіреді. Клюква ол
именно зәр шығару жүйесінің ауруларының алдын алуға көмектеседі. Аузында стоматит болып қатты уылып кеткен кезде ферст жақсы көмектесті. Біз басында білген жоқпыз. Бірінші, екінші химиясын алған кезде аузы прямо ойылып кетті да. Бірақ оған не қолданатынымызды білмедік. Өзі кетеді деді врачтар, сонымен хорошо. Сондай побочкалар болады, это нормально, өзі кетеді деді. Хорошо дедік та жүре бердік. Біраз уақыт қиналды енді. Содан кейін уже үшінші, төртінші химиясында ферстті үзбей қолданып отырды. Себебі бұны сепкеннен кейін алдындағыдай ойылған жоқ. Кішкене слегка болды и тез қайтып кетті. 3 күннің ішінде тез жазылып кетті. Одан кейін тағы диарея өте қатты болды. Мынаны пробиотикті уже бірінші химиядан бастап қабылдады. Өйткені еш нәрсе ішпеймін, осылай болады деп айтты деп келді үйге. Бір аптама вообще іші бүріп қатты ауырды. Іші өте берді, түнде де вообще ұйықтамай. Сонымен осы пробиотикті алдырдық, пробиотикті ішті. Вообще өте жақсы көмектесті. Химиотерапиядан кейін кишечный микрофлорада үлкен бұзылыстарға ұшырайды. Бәрін өлтіріп жібереді. Сонымен запор болады, диарея болады, алмасып отырады. Вот сол кездерде жақсы өтуге көмектесті. Бұл пробиотиктің құрамында 8 миллиард микрофлора бар. Бір капсуласында өте көп микрофлора ұсынылады именно кишечникқа. Ерекшелігі капсуласы асқазан қышқылдық ортасында барып спокойно өтеді да, тоқ ішекке барғанда ашылады. И негізінен кишечная микрофлора сол жерге бізде қажет. Бұл не только пробиотик, ішінде пребиотигі де бар. Ішекке жақсы сіңіріледі. Плюс иммунитетті көтеруге көмектеседі, тамақтың қорытылуын реттейді, гормондардың бөлінуін реттейді. Сондықтан да бұл пробиотикке де 1000 алғыс деп отырмыз қазіргі кезде. И тағы маточное молочко ішті еще. Тоже тамақ ішпей жатқан кезде енді бір нәрсе жеу керек қой, организмді олай жарайды, ештеңе жемейді, ертең қалпына келесің деп қарап отыруға болмайды. Сонымен сол тамақтың энергияның көзі болсын деп, плюс еще пчелиный мед жасайтын аралар бар ғой, прям сондай маточное молочко деген бар. Соны қабылдады. Қазір ана жерде тұр аудионы көрсетем. Одан кейін актив-ха, өйткені 4-ші химиядан кейін уже буындар ауыра бастады. Аяқтарында сүйектері сықыр етіп ауырсынды, сондықтан актив-хан ішті. Бұның іші гиалуроновая кислота. Сүйектердің арасына смазка болып саналады, буындардың арасына смазка. И сол жақсы болса, уже сүйектер ауырмайды, буындар ауырмайды. Именно химиотерапия кезінде костный мозгқа қатты әсер етеді. Именно сүйектердің қызметі бұзылады. Сүйектердің өзінің гиалуроновая кислотаны өндіру азаяды, одан кейін коллаген өндіру төмендейді. Плюс сүйек кемігінде лейкоцитер өндіріледі ғой, сол лейкоциттердің өндірілуі төмендейді. Сондықтан анализде лейкопения болып кетеді. Лейкопения деген сөз защитный клеткалар аз деген сөз. Сондықтан химия алып жатқан кезде ең бірінші науқастың тамақтануы өте маңызды, дұрыс тамақтандыру керек. Және орнын толықтырып организмге побочка эффектілері болғанда қатты стресс бере беруге болмайды. Себебі ол науқас үшін де өте қиын. Жалпы бұның барлығын не үшін айтып жатырмын? Егер де химия алып жатқан кісілер болса, тура жаңа мен айтып өткендей жанама эффектілер болып қиналып жатқан кісілер болса, соларға бір пайдасы болсын деген оймен түсіріп отырмын. Сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырсаңыздар болады. Мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.